Пай, мына ашытылған қырыққабатты қараңыздаршы, қандай керемет. Дәмін айтып жеткізе алмаймын. Оның пайдасы өте орасан көп. Келіңіздер, бірге дайындайтын боламыз. Алдымен бізге керекті ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Ол бізде қырыққабат, сәбіз, 3-4 чеснок, уксус және дәмдеуіштер. Ол бізде қант, қара бұрыш, лавр жапырағы, укроп, мен кептірілген укроп қостым, және тұз. Бірінші қырыққабатымызды осылай майда тәрізді қып турап аламыз. Үстінен сәбізімізді теркадан шығарып аламыз, және тұзымызды жақсылап себіп үстіне дайындап қоямыз, және дәмдеуіштерімізді салатын боламыз үстіне, және бір ас қасық уксусты салатын боламыз, және жақсылап тұрып қолымызбен езіп араластырып аламыз. Дәмдеуіштер бәр жеріне қырыққабаттың тиюі керек. Енді мінекей бір келкі болды, және жуылған банкаларымызға салатын боламыз. Үстін басып тұрып саламыз. Аралары ашылып қалмауы керек, бос болып қалмауы керек. Мінекей осындай банкаларымызға жақсылап тұрып салып шығамыз. Менде осы бір қырыққабаттан 2 банка ашытылған қырыққабат шықты. Бұның пайдасы өте, ағзамызға пайдасы мол. Енді осы банкамыздың аузын жауып 2 күнге ашытып қоямыз. Неке 2 күннен кейін қырыққабатымыз дайын. Бұл қырыққабатты палаумен де әртүрлі гречка, макарон, сондай тағамдармен қосып жесеңіздер өте дәмі керемет болады. Мен винегрет салатына да қосамын. Мінекей, астарыңыз дәмді болсын. Дайындап көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Алда әлі рецепттер көп болады. Рахмет.